біздің шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу және әдістері пәні бойынша жеміс және жидек шикізаты, жеміс, жидек және көкөніс шырындарын дайындауда қолданылатын шикізаттардың сапасын сараптау және жетілдіру жолдары тақырыбы бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Сабақтың негізгі мақсаты қазіргі уақытта жаңа брендті таңдаулы өнімді тұтынушыларға арнап жеміс және жидек, көкөніс шырындарын дайындауда қолданылатын шикізаттардың сапасын сараптау және осы мақсатта алға келесі міндеттер қойылады. Сапалы таза өндіріс өнімдерінің таза экологиялық өнімді өндіру ерекшеліктері ғылыми теориялық тұрғыдан негіздеу. Сапалы өнімдермен айналысатын кәсіпорындардың салалық мүмкіндіктерін қарастыру, яғни арттыру жолдарын талдау. Инновациялық технологияны қолдану арқылы өнімнің бәсекеге қабілетті сапалы өнімнің құрамын талдау. Негізі біздің бүгінгі сабағымыздың теориялық және әдістемелік негіздерін табиғатты пайдалану экономикасы, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық таза өнім өндірісін ұйымдастыру болып табылады. Қазіргі уақытта нарықтық заманда табиғи экологиялық тағам өнімдерін пайдалану өте сирек құбылысқа айналып бара жатыр. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз өзекті және міндетті болып табылады. Қазіргі уақытта біздің Қазақстан халқы және шет мемлекет елдері Орта Азияда жеміс және жидектердің шырындарын және кептірілген өнімдерін өте көп қолданылады. Келесі слайдта қалпына келтірілген шырындардың органолептикалық көрсеткіштері көрсетілген. Дүкендерде қазіргі уақытта шырындардың барлығы 90% қайта қалпына келтірілген өнімдер болып есептелінеді. Олардың органолептикалық көрсеткіштері сіздердің алдарыңызда салыстырмалы түрде көрсетіліп отыр. Көрсеткіш, яғни сыртқы түрі және консистенциясы. Мұның өзі екіге бөлінеді: түссіздендірілген және түссіздендірілмеген. Және олардың сипаттамасы мөлдір, сұйықтық, жеңіл түрде болады. Жүзім шырында шарапқа байланысты біркелкі кристалдардың болмауы, яғни бөтен заттардың, табиғи мөлдір емес сұйықтық, яғни мөлдірлік қатты қажет етілмейді. Ыдыс түбінде қалдықта тұнба да болуы мүмкін. Жұмсағын қарастыратын болса, жемістердің жұмсағы бір қалыпты болу керек, яғни консистенциясы бір тегіс болу керек. Ыдыстың түбінде аздап тұнба болады, ол рұқсат беріледі стандарт талаптар бойынша. Дәмі мен иісі, яғни сәйкес қойылған жемістердің түріне, категориясына, сортына байланысты болу керек. Бөтен иіс, дәм болмау керек, рұқсат етілмейді. Жабайы жемістерден жасалынған шырындарда табиғи кішкене ашытқын дәм рұқсат беріледі. Цитрусты жемістердің шырындарында табиғи ащы дәм және эфир майларының жеңіл дәмі рұқсат беріледі. Табиғи ұшқыш иіс беретін жемісті заттардың қосылмағаны қойылатын шырындардың анық емес дәмі және рұқсат етіледі. Бөтен иіс және бөтен иіске рұқсат берілмеді. Ыдыстың түбіне қалдықтың болуына рұқсат етіледі. Ол жемістің түрлеріне байланысты. Келесі органолептикалық көрсеткіш бұл түсі. Жаңа жоғарыда аталған түссіздендірілген және түссіздендірілмеген, сонымен бірге жұмсағымен. Дүкендерде осы 3 сорт қойылады. Өн бойына бір қалыпты, қалпына келтірілген шырындардан дайындалған тура сығылып алынған бір атаулы жеміс шырындарының түріне тән болу керек. Ақшыл түсті жемістер мен жидектердің шырындарының аздап түссіздендірілуіне рұқсат беріледі. Бұл аталып өткендер жаңағы органолептикалық көрсеткіштердің жалғасы. Келесі, шырындардың сыртқы түрі және консистенциясы, яғни жоғарыда айтып айтқан екі түріне байланысты. Қою, жабысқақ, толығымен мөлдір, сұйықтық болып кездеседі. Ыдыстың түбіне аздап тұнбалар рұқсат беріледі. Жүзім шырынына қарап, жаңағы біркелкі кристалдар болуы мүмкін. Сондай-ақ қою, жабысқақ немесе мөлдір емес жаңағы шырындарда рұқсат беріледі. Дәмі мен иісі қойылған жеміс шырыны
жасалған жеміс шырындарының түсіне тән болу керек. Қойытылған табиғи ұшқыш иіс беретін жемісті заттардың қосылмаған, қойытылған шырындардың анық емес, дәмі және иісі рұқсат етіледі. Бөтен иіс пен бөтен дәмдер рұқсат берілмейді. Түсі: қойытылған жеміс шырыны жасалған шырындардың түсіне тән болады. Аздап қараюда және қоңыр түсті болуы рұқсат беріледі. Бұл әсіресе алма шырындарына тән қасиет. Келесі: тура сығылып алынған, қалпына келтірілген шырындарда кездесетін құрғақ ерігіш заттардың салмақтық үлесі. Бірінші бағанада шырындардың атауы, яғни жеміс-жидектердің түрлері. Келесі: түссіздендірілген және түссіздендірілмеген жаңа шырындар. Келесі бағанада жұмсағымен және қалпына келтірілген шырындар. Бұл жердегі көрсетілген санда пайыздық үлеспен берілген. Яғни осы көрсетілген пайыздық үлес осы сандардан кем болмау керек. Келесі слайдта сіздердің назарларыңызға алма шырынының сапасының физикалық, химиялық көрсеткіштері. Бұл жерде сіздердің назарларыңызға 7 түрлі шырын ұсынылып отыр. Яғни біздің дүкендерімізде көптеп кездесетін сол шырындардың құрғақ зат мөлшері, көмірсулар, органолептикалық қышқылдар және амин қышқылдарының пайыздық көрсеткіштері. Егер жоғары қарайтын болсаңыздар, органикалық қышқылдар 0,6 мен 0,7 пайыздың арасында болу керек. Бұл рұқсат берілген мөлшер. Амин қышқылдары 0,2-0,22 пайыз. Яғни осы салыстырмалы көрсеткіш арқылы біз шырындардың, сорттардың шырындарының сапаға сай ма, сай емес пе, біз соны анықтай аламыз. Яғни құрғақ қалдықтар көрсеткіші 7 шырын бойынша кесте түрінде сіздердің назарларыңызға ұсынып отыр. Яғни осының ішінде ботания шырыны және құрғақ қалдық мөлшері өте көп және бита шырынымен қоса. Келесі: технологиялық және пайдалануына байланысты жеміс-жидектердің классификаторлары. Егер қарайтын болсаңыздар, жеміс-жидектердің ішіне қоса біз көкөністерді қолданамыз. Бұл өнімдерді біз натуралды компоттар, сусындар, пюре, тосап, джемдер қолданамыз. Көкөністерден іспасарлар, сусындар, томаттар, алдарыңызда көрсетілген ассортименттер қолданылады. Герметикалық тарадағы көкөніс жеміс консервілерінің классификациясы сіздердің назарларыңызға көрсетіліп отыр. Көкөніс консервілері, томатты консервілер, жемісті консервілер, натуралды және жеміс-жидекті шырындар, диеталық және балалар тамақтану консервілері. Келесі слайдтарда натуралды көкөніс консервілер классификациясы сіздерге көрсетіп отыр. Көбінесе біз бүгінгі тақырыбымызда шикізатын қарастырып отырмыз. Натуралды көкөніс консервілерінің классификаторлары, яғни шикізатты дайындау әдістері бойынша: тұтас көкөніс, кесілген көкөніс, ұнтақталған көкөніс, ұсақталған көкөніс және көкөніс томаты. Осыған байланысты біз олардың ассортименттерін алдарыңызға ұсынып отырмыз. Келесі: түскі және салмалы көкөніс консервілерінің классификациясы. Түскі және салмалы көкөніс консервілері. Яғни бірінші түскі ас, екінші түскі ас салма қоғамдық тамақтану үшін қолданылатын жартылай фабрикаттар консервілері. Бұлардың барлығы көкөніс, жеміс-жидек шырындарынан пайдаланатын өнімдер. Көкөніс маринадтарының классификациясы. Қараңыздар, көкөніс маринады шикізаттық технологиясы бойынша, шикізатты қолдану түрі бойынша өңделген, өңделмеген, балғын, тұтас, тұздалған, кесілген және тамақ қоспаларын қолдану түрі бойынша өсімдік майымен, өсімдік майынсыз, сірке қышқылымен, әлсіз қышқылымен, өткір
қышқылымен және түрлі қышқылдармен, мысалы алма қышқылын алатын болсақ, қолданылатын тара түріне байланысты, яғни шиша тарасында, металл тарасында. Бірақ негізі шырын өнімдерін шиша тарасында қолданған, ол сапалы өнімнің белгісін білдіреді. Өңдеу әдісі бойынша стерилденген және пастеризленген. Келесі алдарыңызда көкөніс шырындарының минералдық және дәрумендік құрамы. Бұл біздің негізгі көрсеткішіміз. Бұл яғни 100 граммда қанша миллиграмм бары көрсетіліп тұр. Шырынның атаулары натрий, калий, кальций, магний, феррум және тағы да басқа, сонымен қоса дәрумендік көрсеткіштер салыстырмалы түрде көрсетіліп отыр. Келесі, көкөніс шырындарының химиялық құрамы пайыз есебінен және қуаттылық құндылықтары, яғни килоджоуль, 100 граммдағы мөлшерлері сіздердің назарларыңызға көрсетіліп отыр. Сәбіз, асқабақ, қызылша, қарбыз, қауын және тағы бар. Солардың құрамында су, ақуыз, майлар, яғни көмір суларды атап өтсек, моно және дисахарид, крахмал, жас сұнық, сонымен органикалық сілтемелер, яғни алма қосындысын есептемеген кезде күрделілік және құндылығы салыстырмалы түрде басқа шырынмен сіздерге ұсынылып отыр. Келесі, міне шырындардың дәмі бойынша жалпы талдау сіздердің алдарыңызда көрсетіліп отыр. Бұл шырындар, яғни тұтынушылар қай өнімді жақсы көп қолданылады. Бізде көбінесе мына слайдта қарайтын болсаңыздар, мынау апельсин, грейпфрут және жаңағы алма шырындарын көп қолданылатын осыдан көруге болады. Шырын ассортименті бойынша ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері. Міне, бұл жерде біз қарасақ, мына диаграммамен салыстырмалы түрде алма, абрикос, персик, томат, шие, яғни қолдану саласы. Келесі. Қазақстан нарығында шырын сататын кәсіпорындарының пайыздық үлесі. Міне, алдарыңызда бірнеше кәсіпорындар, отандық мекемелер және олардың басқа импорттаушы компаниялармен салыстырғандағы көрсеткіштері, үлестері нарықтағы. Қазақстандық шырын нарығындағы компаниялардың үлесі, яғни нарықтағы негізгі үлесі болып есепті алдарыңызда тұр. Көкөністерін өндіру бойынша мәлімет, яғни 14-15-17 жылғылар және Қазақстан Республикасы аймақтары бойынша көкөніс консервілері өндірісінің құрамы облыс деңгейлері бойынша көрсетіліп отыр. Егер мына жерде қарайтын болсақ, диаграммада ең көп үлес 59% Алматы облысына тиесілі. Қазақстан Республикасы нарығында қайта өңделген көкөніс өнімдерін импорттаушы елдер. Бізде көбінесе бұл Қазақстан мемлекеті болып саналады. Екінші орында Ресей, үшінші орында Венгрия, Молдова және Украина. Келесі слайд. Өңделген Қазақстан Республикасына қайта өңделген көкөніс өнімдерінің экспорттау динамикасы. Яғни соңғы экспорттау үлесі өте көп орын алуда. Келесі, Қазақстан Республикасы халқының консервіленген көкөністерді тұтыну жиілігі, яғни қанша уақытта қолдану керек. Өте сирек, яғни халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты 59-да 5%, айына бір рет 22-де 4%, айына 2 рет 3 рет 9,5%, аптасына бір рет 5-те 8%, аптасына 2-6 рет 2-де 7%. Ал күнделікті шырын өнімдерін қолданамыз деп, тек сауалнама жүргізгендердің арасында 0,2%-ды құрап отыр. Қайта өңделген жеміс өнімдерінің импорттаушы елдер. Бұл қайта өңделген жеміс өнімдеріне байланысты. Қазақстан, Ресей, Германия, Польша және соның ішінде ең аз қолданылатын бұл Өзбекстан, Армения. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.